Сәлем оқырман. Еңліктің сезімі шынымен Мұсаға ашылған ба? Әлде бұрынғы таныстықта болған Дарханда ма ойы? Мұсаның ойы бірақ еңлікте жоқ секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Мұса еңлікке келеме және жігіттің кішкене болса да ойы бар ма қызға? Мұса үміткерімен көпке бармайтыны анық енді. Әдемі қыз, сөзім жоқ, бірақ таныстықтың тоқтайтыны анық. Себебі үміткерінің нәрестесі бар, кішкентай, және де ажырасқан қыз. Желіде өзінің іштегі сырмен бөліскен болатын оқырмандарына. Ендеше көрейік, қандай ойда екен. Көрерменнің сұрағына жауап: Мұсаны бұрын ұнаттым, сосын келгім келді дедің де, неге келмегеніңді айтпадың ғой десе. Әкем қарсы болды дейді. Тағы бір сұрақ: жүрегіңізде кім бар? Ақырғы уақытта мүлдем настроениеңіз нөл болып кетті ғой еңлік. Соңғы күндері көңіл күйімнің болмауы ешкімге байланысты емес. Менде қазір выгорание болып жатыр. Адам барлығынан шаршағанда сондай күйде болады. Сіздер білмейтінде жағдайлар бар, барлығы жақсы болады деген үміттемін дейді, және де кешеге эфирге туралы жауабы. Үміткерін жарты жолдан қабылдамай қалғаны жөнінде. Бүгін эфир басталмай тұрып өзімді өте қатты жайсыз сезіндім, себебі дене қызуым көтеріліп қатты жаурап ауырғамын. Тікелей эфир болғандықтан оны жасыра алмаймыз. Қалай бар солай шығып кетеді. Кейбірі неге күнде ауыра бересің деп сұрайды. Мен ауруды сұрап алмаймын, кімге ұнайды ауырған. Иммунитетім әлсіз болғандықтан жанымда отырған адам ауырса бірден өзіме қабылдап аламын. Қатысушылардың және сол студиядан жалпы адамдардың қысымы да әсер етті өте қатты. Менің бар проблемаларымы бір адаммен шектеудің қажеті жоқ. Әлемде басқа адам қалмағандай титтей бір нәрсе болса, оны қозғайтын ме дейді қызымыз. Ал оқырманның пікірлерін оқысақ, меніңше еңлік пен Мұса екеуі жарасады. Еңліктің мінезі салмақты, өте әдемі қыз, ал Мұсаныкі жеңілдеу, хорошо будут друг друга. Мұса еңлікті таңда, еңлік атына заты сай қыз, екеуің күшті жарасасындар. Үміткері әдемі екен, мүмкін Мұсаға ұнап қалатын шығар. Неге ажырасқанын білмейміз ғой. 9 айлық баласы періште ғой, жазығы жоқ. Бір ғана ойым, ажыраса салып күйеу іздегені түсініксіз. Мүмкін тұрмыстық жағдайы қиын болды ма? Ал еңлікке келсек, 100% жасанды қыз, шаш, кірпік, ерін, тырнақ. Бәрі өзінікі емес. Өткенде өзінің шашын көрдік қой, 5 тал күйіп кеткен шаш. Мұрыны картошкадай болып қатты боянады. Семья болып ата-енеге қарайтын қыз емес. Және жобаға үйленуге келген жоқ, 2 сезон отыр. Не өнерден хабары жоқ, не тамақ істей алмайды. Өткен сезонда мисс байқауына да қатысқан жоқ. Қолынан түк келмейді. Амалсыз Мұсхан шайымы рөліне кіріп алған. Мінезі де нашар, дейді оқырмандар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мұса кімді таңдайды? Еңліктің шешімі қалай болады?